Колосалыларға жазылған хат. 1 бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден, һәм туысқанымыз Тимофейден, Колоса қаласындағы сенушілерге, яғни Масихқа садық болған туысқанларымызға сәлем. Әкеміз Құдай сіздерге мейірім һәм тынышлық берсін. Сіздер үшін дуа еткенімізде, иеміз Иса Масихтың әкесі Құдайға бар құлла шүкірлік білдіреміз. Себебі сіздердің Масих Исаға деген сеніміңіз һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігіңіз хақында естідік. Сіздердің бұл сеніміңіз һәм сүйіспеншілігіңіз аспанда сіздер үшін сақлаулы тұрған үмітке негізленген. Сіздер осы үміт хақында хақиқат сөздері, яғни қош хабар арқылы естіткенсіздер. Бұл қош хабар сіздерге де жетіп келді. Ол бүткіл дүния бойлап адамларды жақсылыққа жетелеп тарқалмақта. Сол сияқлы сіздер Құдайдың мейірімі хақында естіп, оның хақиқатын біліп алған күніңізден баслап, қош хабар сіздерді де жақсылыққа жетелеп тарқалмақта. Сіздер қош хабар хақында біздер менен бірге қызмет ететұғын сүйіклі Епафрастан тәлім алдыңлар. Осы Епафрас сіздер үшін минет етіп атырған Масихтың садық қызметшісі. Сіздердің мұқаддес рухтан алған сүйіспеншілігіңіз хақында да біздерге ол білдірді. Сол себептен осылар хақында естіген күнімізден баслап, біздер де сіздер үшін үзліксіз дуа етіп, Құдайдың қалеуін бүткіл рухи даналық һәм түсінікпенен толық білуіңіз үшін сорап атырмыз. Біздер және сіздердің иемізге лайықлы болып жасауыңыз, оны әр тәреплеме ырза қылып, әр бір жақсы істе жеміс беруіңіз һәм Құдайды білуде өсіп баруыңыз үшін да дуа етіп атырмыз. Оның ұлылығының құдіретінен толық күш қуат алып, һәмме нәрсеге сабырлық пенен шыдай алуыңыз үшін, һәм Құдай әкемізге қуаныш пенен шүкірлік ете алуыңыз үшін да біздер дуа етіп атырмыз. Құдай әкеміз біздерді нұрдағы мұқаддестердің мирасына шерік болуға мессар қылды. Құдай біздерді қараңғылықтың хүкімдарлығынан құтқарып, сүйіклі ұлының патшалығына көшірді. Біздер Құдайдың ұлының қаны арқылы құтқарылдық, яғни күнәларымызға кешірім алдық. Құдайдың ұлы болған Масих көзге көрінбейтұғын Құдайдың қандай екенін көрсетеді, һәм ол жаратылған һәмме нәрседен бұрын бар болған. Өйткені аспандағы һәм жердегі көзге көрінетұғын һәм көзге көрінбейтұғын нәрселердің һәммесі Масих тарапынан жаратылған. Тақтылар, үкімдарлықлар, хәкімшілік һәм биліклер, һәмме нәрсе ол арқалы һәм ол үшін жаратылды. Масих һәмме нәрседен бұрын бар болған, һәм һәмме нәрсе ол себеплі бар болып тұрыпты. Масих сенушілер жамаатының, яғни өз денесінің басы һәм жамааттың тикары. Ол һәмме нәрседен жоғары болу үшін өлілер ішінен бірінші болып тірілді. Себебі Құдай өзінің бүткіл толылығының онда болуын мақұл көрді. Масихтың атанақ ағаштағы қаны арқалы тынышлық орнатып, Құдай ол арқалы жер һәм аспандағылардың барлығын өзі менен жарастыруды қаледі. Сіздер бір уақытлары жаман іс әрекетлеріңіз себеплі кеуілеріңіз бенен Құдайға жат һәм дұшпан едіңлер. Енді болса, Құдай сіздерді өзінің алдында мұқаддес, кемшіліксіз һәм айыпсыз қылып қою үшін Масихтың денесінің өлімі арқылы сіздерді өзі менен жарастырды. Тек қана сенімде, бар құлла тұрақлы һәм беккен болып, өздеріңіз естіген қош хабардың үмітінен таймасаңыз болғаны. Мен, Павел, аспан астындағы бүткіл адамзатқа жарияланған осы қош хабардың қызметшісі болдым. Әзір мен сіздер үшін азап шегіп атырғаныма қуанышлыман. Өйткені Масихтың көрген қиыншылықтарының
жетпеген мөлшерін оның денесі болған сенушілер жамааты үшін мен өз денемменен азап шегіп толтырып атырман. Құдайдың маған берген тапсырмасы бойынша оның сөзін сіздерге толық жеткізу үшін мен сенушілер жамаатының қызметшісі болдым. Құдайдың қош хабары өткен әсірлер менен әулетларда жасырын тұтылды. Бірақ енді осы сыр оның мұхаддеслеріне аян болды. Бұл сырдың басқа миллетлер үшін да қаншелі ұлы һәм бай екенін Құдай өз мұхаддеслеріне білдіруді ұйғарды. Осы сыр ұлылыққа ерісуге үміт беретұғын ішіңізде жасаушы Масих. Біздер осы Масих хақында әмме жерге жариялап атырмыз. Масих пенен қатынаста болған әрбір адамды Құдайға жетіліскен қылып ұсыну үшін біздер әрбір адамды ескертіп, толық даналық пенен тәлім бермектеміз. Масихтың құдіреті менен менде әрекет етуші күш бойынша мен де бұл мақсат үшін бар күшімді салып мейнет етпектемен. Колоссалыларға жазылған хат. 2 бап. Мен сіздер үшін, сондай-ақ Лаодикиядағылар һәм мені жүзбе-жүз көрмегендердің әммесі үшін қаншелі ғайрат салып атырғанымды білуіңізді қалеймен. Менің осы ғайрат салуымның мақсаты сіздердің кеуілеріңіз жұбаныш тауып, сүйіспеншілік пенен бірлесуіңізден ібарат. Солай етіп, сіздер мінсіз түсініктен пайда болатұғын кәміл сенім менен Құдайдың сыры болған Масихты біліп аласызлар. Масихта ақыл даналықтың бүткіл ғазинесі жасырылған. Бұны мен ешкімнің сіздерді майлы тіл менен алдап кетпеуі үшін айтып атырман. Себебі менің өзім араңызда жоқ болсам да, рухым сіздерменен бірге болып, араңыздағы тәртіпті һәм Масихқа деген сеніміңіздің беккемлігін көріп, қуанып атырман. Сондықтан Масих Исаны иеміз деп қабыл еткен болсаңыз, оның менен тығыз қатынаста болып жасаңлар. Онда тамыр жайып, һәм тікленіп, өздеріңіз үйренгендей, сенімде беккемленіп барыңлар. Һәм Құдайға сансыз шүкірлік білдіріңлер. Сақ болыңлар, Масихқа емес, ал адамлардың үріп әдетлеріне, һәм бұл дүниядағы мәнісіз қағидаларға тикарланған философия, бос һәм өтірік сөздерменен ешкім сіздерді олжа етпесін. Өйткені, Құдайлық табиаттың бүткіл толылығы Масихтың денесінде жасайды. Сіздерде әр қандай хакімшілік һәм биліктің басы Масих пенен қатынаста болып, осы толылыққа ерістіңіз. Сіздер Масих пенен қатынаста болып, сүннет етілдіңіз. Бұл сүннет адамның қолы менен қылынатығын сүннет емес, ал Масих тарапынан ісленген сүннет болып, осы арқалы күнәкар табиатыңыз кесіп тасланады. Суға шомылдырылғаныңызда Масих пенен бірге көмілдіңдер, һәм оны өлімнен тірілткен Құдайдың күшіне сеніп, сол уақытта оның менен бірге тірілдіңдер. Сіздер күнәларыңыз һәм күнәкар табиатыңыздың сүннетсізлігі себеплі өлі едіңдер. Бірақ Құдай сіздерді Масих пенен бірге тірілтті. Ол барлық күнәларымызды кешірді. Мұқаддес низам талаплары бойынша біздерге қарсы айып тағып, хүкім белгілейтұғын хүжетті Құдай өшірді, һәм оны атанақ ағашқа шегелеп жоқ қылды. Ол рухи хакімлер менен билеушілерді құралсыздандырды. Оларды Масихтың атанақ ағаштағы өлімі арқалы жеңіп, көпшіліктің көз алдында масқара етті. Солай етіп, жейтұғын һәм ішетұғын нәрселерге, байрамға, жаңа айға, ямаса дем алыс күніне байланысты ешкім сіздерді хүкім етпесін. Бұлар тек келуі тиіс нәрсенің көлеңкесі. Ал хақиқатлық болса, Масихта жалған кішіпейіліктен һәм періштелерге сыйынудан ләззет алатұғын ешкім сіздерді сыйыңыздан айырмасын. Олар тек өздері көрген аянларға ғана беріліп,
өз günakar tabiatının ақылы менен себепсіз көкірек көтереді. Бұндайлар сенушілер жамаатының басы болған Масих менен байланысты үзген. Әне ұсы бастан бүткіл дене буын һәм сіңірдің жәрдемі менен күш алып һәм бірлесіп, Құдайдың қалеген жолы менен өсіп барады. Егер сізлер Масих менен бірге бұл дүнияның мәнісіз қағидалары үшін өлген болсаңлар, онда неге бұл дүнияға тиесілі адамлар сияқлы ұслама, жеме һәм қол тигізбе деген қағидаларға құлақ асасыз? Бұндай қағидалардың һәммесі қоллану арқылы жоқ болатығын нәрселерге байланыслы болып, адамлардың бұйрық һәм тәлиматларына текарланған. Ауа, бұл қағидалар жалған діндарлық, жалған кішіпейілік һәм денені қинау бойынша ақыллыдай болып көрінеді. Бірақ günakar табиаттың қалеулерін жуенлеуде олардың ешқандай пайдасы жоқ. Колоссалыларға жазылған хат, 3 бап. Солай етіп, Масих менен бірге тірілген болсаңыз, онда аспандағы нәрселерді ізлеңлер. Масих сол жерде Құдайдың оң жағында отырыпты. Жердегі емес, ал аспандағы нәрселерді ойлаңлар. Себебі сізлер дүния үшін өлгенсізлер, һәм жаңа өміріңіз Масих менен бірге Құдайда жасырылған. Өміріңіз болған Масих келгенде, сізлер де оның менен бірлікте салтанат менен көрінесіз. Сондықтан өздеріңіздегі жерге тиесілі болған жаман әдетлерді, бұзықшылық, харамылық, нәпсі құмарлық, жаман қалеулер һәм нәпсі қаулық болған бұтқа табынушылықты жоқ қылыңлар. Бұлар себеплі сөзге құлақ аспайтұғынларға Құдайдың ғазебі келеді. Бұрын сізлер де осындай адамлардың арасында жасағаныңызда сондай іс әрекетлерді іследіңлер. Бірақ енді һәммесін ашу, ғазеп һәм жек көрушілікті қойыңлар. Аузыңыздан ешқандай өсек һәм сөгіс сөз шықпасын. Бір-біріңізге өтірік сөйлемеңлер. Өйткені сізлер ескі табиатыңызды оның жаман іслері менен таслап, жаңа табиатқа ие болдыңлар. Бұл жаңа табиатқа ие адам Құдайды толық білу үшін өз жаратушысына ұқсап барады. Солай етіп, жаңа табиатқа ие адамлар арасында грек һәм яхуди, сүннетлі һәм сүннетсіз, варвар һәм скиф, құл һәм азат адам болып бөліну жоқ. Ал ең ахметлісі һәмме сенушілерде жасайтұғын тек Масих ғана бар. Құдайдың таңлап алған мұқаддес һәм сүйіклі адамлары сыпатында рехімлілік, жақсылық, кішіпейілік, мүлайымлілік һәм сабырлылық менен жасаңлар. Бір-біріңізге шыдамлы һәм кешірімлі болыңлар. Егер кімде-кім біреуден өкпелі болса, иеміздің сізлерді кешіргені сияқлы, сізлер де бір-біріңізді кешіріңлер. Бұлардың һәммесіне қосымша сүйіспеншілік менен жасаңлар. Ол мінсіз бірлікке ерістіреді. Жүректеріңізде Масихтың тынышлығы хүкімдарлық етсін. Сізлер бір дененің мүшелері болып, осы тынышлыққа шақырылдыңыз. Және де шүкірлік білдіріңлер. Масихтың сөзі бүткіл байлығы менен ішіңізде жасасын. Бір-біріңізге толық даналық менен тәлім беріп, ақыл насият етіңлер. Құдайға шүкірлік білдіріп, оған забур жырларын, алғыс мақтау қосықларын һәм мұқаддес рухтың илхамы менен жазылған қосықларды шын жүректен айтыңлар. Сөзіңіз, ямаса ісіңіз менен қылған әрбір нәрсені иеміз Исаның аты үшін, ол арқалы әкеміз Құдайға шүкірлік етіп іслеңлер. Әй хаяллар, күйеулеріңізге бойсыныңлар. Бұл иемізге тиесілі болған хаялларға мінәсіп. Әй күйеулер, хаялларыңызды сүйіңдер. Оларға қопал қатынаста болмаңлар. Әй балалар, һәмме нәрседе ата-аналарыңыздың сөзін тыңлаңлар. Себебі бұл иемізге ұнайды. Әй әкелер, рухы түспеуі үшін балаларыңыздың ашуын келтірмеңлер. Әй құллар, дүниядағы қожайынларыңызға һәмме нәрседе бойсыныңлар. Бұны тек оларға жағыну үшін көз абаға емес, ал иемізден қорқып,
шын жүректен ислеңлер. Иемізден сыйлық ретінде мирас алатығыныңызды біліп, не іслесеңіз де, адамлар үшін емес, ал иеміз үшін іслеп атырғандай болып, шын жүректен ислеңлер. Өйткені сіздер иеміз Масихқа қызмет етіп атырсызлар. Нахақ іс іслеген адамға нахақлығына ылайық қайтарылады. Құдай ешкімді айырмайды. Колосалыларға жазылған хат. 4-ші бап. Хай қожайынлар, аспанда сіздердің де иеңіз бар екенін біліп, құлларыңызға әділдік һәм теңлікпенен қатынас жасаңлар. Бар құлла дуа етіңлер. Дуа еткеніңізде шүкірлік білдіріп, сергек болыңлар. Біздер ұшында дуа етіңлер. Масихтың сыры хақында өз сөзін жариялай алуымыз үшін Құдай біздерге жол ашсын. Мен осы сыр үшін тұтқындаман. Бұл сырды тиісті түрде түсінікті етіп айта алуым үшін да дуа етіңлер. Уақыттан жақсы пайдаланып, жәмәәттің сыртындағы адамларға ақыллылық пенен қатынас жасаңлар. Сөзіңіз һәмме уақытта жағымлы һәм дұзлы болсын. Сонда сіздер әрбір адамға қалай жауап беру керектігін біліп аласызлар. Иемізге менен бірге қызмет ететұғын сенімлі қызметші болған сүйіклі туысқанымыз Тихик мен туралы һәмме хабарды сіздерге білдіреді. Міне, мен осы мақсатпенен оны сіздерге жіберіп атырман. Ол хал жағдайымызды білдіріп, сіздердің кеулеріңізге жұбаныш береді. Тихикпенен бірге жерлесіңіз, сенімлі һәм сүйіклі туысқанымыз болған Онисимді де жіберіп атырман. Олар сіздерге бұл жерде болып атырған барлық уақиялар хақында айтып береді. Менен бірге қамақта отырған жолдасым Аристарх һәм Барнабаның аталас інісі Марк сіздерге сәлем айтып атыр. Сіздер Марк хақында нұсқау алған едіңлер. Егер ол сіздерге барса, оны қабыл етіңлер. Юстус деп аталатұғын Ешу да сіздерге сәлем айтып атыр. Яхудилер ішінен тек ұсылар ғана менен бірге Құдайдың патшалығы үшін қызмет етпекте. Олар маған жұбаныш болды. Масих Исаның қызметшісі болған жерлесіңіз Епафрас сіздерге сәлем айтып атыр. Сіздерді Құдайдың әрбір еркіне толық сенсін һәм мінсіз адамлар болсын деп, ол сіздер үшін бар күшіменен үзліксіз дуа етіп атыр. Сіздер үшін һәм Лаодикия менен Ераполда болғанлар үшін оның көп минет еткеніне мен гуаман. Сүйіклі Шпакер, Лука менен Димаста сілерге сәлем айтып атыр. Лаодикиядағы туысқанларға, Нимфаға һәм оның үйіндегі жәмәәтке сәлем айтыңлар. Бұл хат араңызда оқылғаннан соң, оны Лаодикия жәмәәтінде де оқытың. Сіздер де Лаодикиядан келген хатты оқыңлар. Архипке мынаны айтып қойыңлар. Иемізден қабыл еткен қызметіңді орындауға ынталы бол. Мен, Павел, бұл сәлемнаманы өз қолым менен жазып атырман. Менің тұтқынлығымды ұмытпаңлар. Құдайдың мейірімі сіздерге яр болсын.